Қазақстанға діни әдебиеттер көбіне пошта арқылы келеді. Мұндай ақпаратты Мемлекеттік кірістер комитетінің баспасөз қызметі таратып отыр. Олардың дерегінше теріс ағымды насихаттайтын материалдар көбіне Сауд Арабиясы, Түркия, Мысыр елдерінен келеді. Заңсыз әдебиеттер ара-тұра Қырғызстан мен Өзбекстаннан да енеді екен. Осыған байланысты қазір кедендік бақылау жүйесі күшейтілді. Таяу шығыстағы экстремистік ұйымдар діни әдебиеттерді тарату үшін халықаралық пошта қызметін пайдаланып жүр. Мемлекеттік кірістер комитеті экономикалық тергеу қызметінің дерегі осы. Құзырлы орган өкілдері ара-тұра теріс ағымдарды насихаттайтын материалдардың анықталып отыратынын айтады, бірақ бүгінгі дейін үлкен топтамалар болған жоқ дейді. Экстремистских материалов. Әзірге экстремистік материалдардың үлкен топтамасын тәркілеген жоқпыз. Тыйым салынған аудио және бейне материалдар Қазақстанға енуі мүмкін. Бізде заңсыз әдебиеттердің тізімі бар. Павлодар облысында шетелден келетін заттар арнайы сканерлеуден өтеді. Демек, пошташыларға тек тексерістен өткен тауарлар ғана түседі. Қазпошта компаниясының өкілі соңғы кезде өзге елдерден келген заттардың саны артқанын айтады. Халық ғаламтор арқылы жиі тауар сатып алатын болған. Сырттан келетін дүние мүліктің ішінде кітаптар да бар. Өткен 10 айда Павлодардың орталық бөлімі арқылы 7350 зат өткен. Оның ішінде Түркиядан 78, Араб әмірліктерінен 6 зат кепті. Вся входящая почта. Шетелден келген заттар арнайы сканерлерден өтеді. Барлық пошталық сәлемдемелерді тексеруге байланысты кедендік органдармен бірлескен жоспарымыз бар. Қоян-қолтық әріптестіктің арқасында жүйелі жұмыс атқарып отырмыз. Ал бір ай бұрын Шығыс Қазақстан облысында 23 жастағы әйел экстремистік бағыттағы материалдар сақтаған үшін сот алдында жауап берді. Тәртіп сақшылары Елизаветтаның үйінен зорлық-зомбылықты насихаттайтын 100-ден астам аудио және бейне жазбаны, сондай-ақ 26 мәтінді тапқан. Бірақ сот оның өзгелерді теріс ағымға шақырмағанын ескеріп, жеңіл жаза тағайындады. Зырян ауданының тұрғыны 100 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл төледі. Азаматшаның өзі бұл құжаттардың заңсыз екенін білмеген. Ал сала мамандары теріс ағымдағы кітаптарды өзге әдебиеттерден айыру қиын емес дейді. Сейчас на большей части литературы, Қазір біз шығаратын әдебиеттердің көбінде бірінші бетінде діни басқармамен бекітілді деген мөр қойылады. Бүгінде ғаламтордағы бейне жазбаларда біз араб жазу бар, қара жалауларды көреміз. Қара түсті ту негізінде экстремистердің белгісі. Жамбыл облысының бас имамы Данияр Жұмабаевтың пайымынша, жастар үшін ең алдымен жат дүниелер жазылған діни кітаптардан гөрі ғаламтор анағұрлым қауіпті. Балғындардың әлі қалыптаса қоймаған санасын улауға бейім небір сайттар бар. Күмәнді кітаптардан келетін қауіп-қатер оның қасында түк емес дейді ол. Египет мемлекеті деп жатамыз, Пакистан мемлекеті, Түркия мемлекеті, Сауд Арабия мемлекеті. Жалпы ең көп кітап тарайтын мемлекеттер осы. Сол кітаптарды оқып ешкім адаспайды. Білім жолында ешкім адаспайды. Ал енді адасқандардың көпшілігі интернеттерден, болмаса белгілі бір шейхтардың уағыздарын естіп, болмаса солардың арнайы жаңағы бүгінгі қазір онлайн жүйесінде отырып, олардың дәрістеріне қатысу арқылы скайп арқылы өздерінің діни сауаттылықтарын жетілдіріп жатыр. Жалпы осы теріс ағымға кетуінің себебі не дегенде, олардың көпшілігінің айтуы да сол. Біз пәлен жаңағы шейхтің дәрісінде отырамыз. Жер-жерде терактілердің белең алуына байланысты қазір қазақстандық кедендік орган өкілдері тексерісті күшейтуді қолға алды. Әсіресе күдік тудыратын жүктер мықтап тексеріліп бақыланатын болады. Құзырлы орган өкілдерінің пайымынша, тек жүйелі түрде жүргізілген жұмыстың арқасында ғана экстремизмге төтеп беруге болады. Абзал Құрманкин, Данияр Әлімқұл, Александр Вервекин, Ирина Якунина және де Евгений Мутыль, Астана телеарнасы.